Ағаммен көзқарасым сәйкес келе бермейді. Әнші Мирас Жүгінісов халықтан кешірім сұрады. Эстрада әншісі Мирас Жүгінісов қоғам сынына ұшыраған ағасы Рүстем үшін көпшіліктен кешірім сұрады. Ол бауырының харасментке қатысты пікірмен келіспейтінін Threads әлеуметтік желісіне жазды. Жақында Ақтөбедегі мешітте Эммануэлла Нарузбаева есімді қызға белгісіз ер адам бір реттік неке ұсынып мазасын алғаны жөнінде бейнежазба тарады. Бұл оқиға қоғамның қызу талқысына түсті. Рүстем Жүгінісов әлеуметтік желіде қыздың өзін кінәлаймын деп басы дауға қалды. Рүстемнің бауыры Мирас Жүгінісов те осы дауға араласып, ағасының жеке пікірмен келіспейтінін айтты. Ол постта былай деген еді: "Қайырлы таң, қалайсыздар? Соңғы күндері ағамның айтқан пікірі қоғамда үлкен резонанс тудырып, кейбір жандардың көңіліне тиіп жатыр. Ол өз ойын білдірген жеке тұлға, мен өз жолым, өз ұстанымым бар адаммын. Мен отбасымның әр мүшесін құрметтеймін, бірақ олардың жеке көзқарастары менің ойыммен әрқашан сәйкес келе бермейді. Сол үшін кейбір кезде мәселелер туындайтыны анық. Оларды осылай айтып отырамын деп ойламадым. Не айтқым келгенін сіздер түсініп отырған шығарсыздар. Жалпы менің творчеством махаббат, адамгершілік және құрмет жайлы, және әндерімнің көбісі дәл сіздерге, нәзік жандыларға арналған, өйткені әйел жанның бұл өмірде орны мен үшін ерекше. Сондықтан бұл жағдайдан көңілі қалған барша жаннан кешірім сұраймын. Сіздердің сенімдеріңіз мен үшін өте маңызды" деп постта жазып кеткен еді. Соңғы күндері ағамның айтқан пікірі қоғамда үлкен резонанс тудырып, кейбір жандардың көңіліне тиіп жатыр. Ол өз ойын білдірген жеке тұлға, мен өз жолым, өз ұстанымым бар адаммын деп мәлімдеді әнші. Бұған қоса әнші көңілі қалған тыңдармандардан өзі үшін де кешірім сұрады. "Егер мен жақтан да кеткен қателіктерім болып жатса, шын жүректен кешірім сұрайды" деп айтады Мирас.